Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымда Қасым Аманжоловтың «Болдым ғашық, туған дала мен саған, алыс жүрсем, арманым сен аңсаған, жақын жүрсем, мен төрінде рахаттың, алтын діңгек, өзім туған, босағам» деген әдемі де әсерлі өлең жолдармен бастағым келіп отыр. Ендеше балалар, сабағымызды одан әрі жалғастыру үшін келесі бейне көрініске назар аударайық. Табиғат. Осы бір жүрекке жылы, көңілге қонымды сөздің өзінде қаншама мән мағына жатыр десеңізші. Табиғат тіршілік атаулының құтты қонысы, құт берекесі. Яғни табиғат адамзат баласы үшін қасиетті де қастерлі ұғым. Адамзат баласын өз анасы дүниеге әкелсе, табиғатты ана деп құрметтеп атауы да тегін емес болса керек. Балалар, Қазақстанның жері өте үлкен және өте көркем. Сондықтан да әлемдегі жер көлемі жағынан 10 елдің қатарына кіреді. Қазақстанның ұлан байтақ жері батысынан шығысына дейін 3000 шақырым жерді, ал солтүстігінен оңтүстігіне дейін 1000 шақырым жерді алып жатыр. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызда ұлан байтақ жеріміздің таң тамаша табиғаты мен керемет әсем жерлермен танысамыз. Ал балалар, Гүлназ апайдың айтқан ақпараттарын толықтыра кететін болса, бүгін Медеу мұз айдынының тарихымен танысатын боламыз. Медеу мұз айдыны 1972 жылы салынып, жарты ғасыр ішінде 120-ға жуық рекордтар жасалған. Сондықтан да мұз айдынын рекордтар ұстаханасы деп атаған. 19 ғасырдың соңында Медеу Пұсырманов деген қоғам қайраткері өмір сүрген. Ол кісі беделді кісілердің бірі болған. Ол кісі осы ауданнан ағаштар егіп, үй салып, дәл осы ауданнан алғашқы құрылыс жұмыстарының жүруіне себепкер болған. Сондықтан да Медеу мұз айдынына Медеу Пұсырмановтың есімі берілген. Ал енді Медеу мұз айдынының географиялық орнына келетін болса, Медеу мұз айдыны Алматы қаласынан 18 километр жерде, Кіші Алматы шатқалында, Іле алатауының баурайында, теңіз тереңдігінен 1691 метр биіктікте жатыр. Жасанды мұз айдынының жалпы ауданы 10500 метр шаршы шақырым. Бұл мұз айдынының жаздағы қалыңдығы 3-4 сантиметрді құрайды, ал қыста 14-15 сантиметрді құрайды. Жалпы бұл мұз айдыны Алматы қаласына келген қонақтардың демалатын орындарына айналып үлгерген. Ендігі кезекте Медеу шатқалында өсетін жемістердің бір түрімен танысайық. Басым сынып барады. Қан қысыммен ойнауға болмайды. Таза ауаға шығып, далада көбірек жүру керек. Үйде де қарап отырма. Жарайды. Дәрігерге неге бармайсың? Жеп қоя ма олар сені? Долана қайнатып ішу керек. Немен ол көмектесе ме? Долана деген көп емес пе? Кез келген жерге өскен емес, қардың астында қалған тау доланасы шипалы дейді. Балалар, Медеу кешенінің аумағын 21 000 гектар орман тоғайлар алып жатыр. Соның ішінде өздерін көріп отырғандай, қайың, қарағай, балқарағай, алма, итмұрын және долана секілді өсімдіктер өседі. Солардың ішінде Қазақстанда көп кездесетін долана өсімдігі дәріге өте пайдалы. Долананың табиғатымызда 1000-нан астам түрі бар. Соның ішіндегі 200-ден астамы табиғатымызда кең таралады. Және бұлардың жемісі адам ағзасына пайдалы. Долананы көбінесе қан айналым жүйесі, жүрек аурулары, жүйке жүйесі, асқазан ішек жолдарына пайдаланады. Долана лас ауаға және газға өте төзімді болғандықтан, оны қалалы жерлерде де кездестіруге болады. Бірақ қалалы жерде өсетін долананы жеуге тыйым салынған.
ұмытып қаласың. Тау киігі тарландарым, сендер көтерілген жермен мен де көтеріліп мынау шамама қарамай. Далана көргендерің бар ма? Сәл жоғарырақ шығыңыз, оңға қарай. Долана. Балалар, онлайн оқудан шаршаған болса, онда таза табиғат аясына барып, демалып қайтайық. Денсаулық зор байлық демекші, қыста жүгіру өз мезгілдеріне салыстырғанда әлде қайда пайдалы. Таза оттегі тыныс алу жолдарын жақсартады. Жүгіру адам көңіл күйін көтеріп, сергек жүруге, сонымен қатар депрессиядан құтылуға арылтады. Hello everybody. Thanks, Cecil. We get great pleasure. Today we talk about our country's best places. There are a lot of wonderful places. Okay, peoples, let's begin our traveling. So, let's ask people of other nationalities about our country. Mr. Obama, tell us please about our countries. Welcome the results of the most recent elections, which led to the formation of a multi-party parliament in Kazakhstan. Let me stress that under your leadership, the situation in Zhanaozen has returned to normal. The special courage, determination, and skills of Nursultan Nazarbayev helped Kazakhstan to flourish, and I support everything in his decisions on nuclear safety for the benefit of all residents. I confess, I have never seen such a strong leader and such a great country. He knows everything about his job and does it better than anyone else. And I'm delighted with how the people themselves are putting their effort into the country supporting their president. All this once again demonstrated the high confidence of Kazakhstan and its leader. Hello everyone. I will say about tourism in our Kazakhstan and the best places which you can visit in our country. First of all, Kazakhstan is one of the 10 largest countries in our world, and there are many places which you can visit and take the amazing photos. So especially if you are an intrepid person, I'm sure that Kazakhstan's nature, Kazakhstan's wonderful places are for you. So in my opinion, these places, Kulsay, Sharon, Burabay Mountains, Altnemir National Park and Koktube. I am sure that if you visit our country, you can take unforgettable feelings. Julduz, I have my words for you. Okay, Ardak, you might try speaking. Земли Казахстана богаты ископаемыми, а страна занимает лидирующие места во всем мире по запасам барита, цинка, нефти и угля, а также добывают медь. Все эти наши богатства экспортируются. Алихан, Алматы қаласының табиғаты сен үшін несімен ерекше? Туған жерге деген борышты қалай өтеуге болады? Айта қойшы. Я апай, мен өз тұрып жатқан өлкемнің табиғатын таза ұстап, жануарларын қорғап, ағаштар егуге ат салсамын. Ой, қандай керемет. Туған жеріңді дәл осылай қастерлеп, мақтан етіп жүретін отан сүйгіш азамат бола ғой.
Балалар, бүгінгі сабақта біздер не жайлы білім жинақтадық? Қандай емдік өсімдікпен таныстық? Кәнекей, ой қосыңдаршы. Бүгінгі сабақта Қазақстанның әсем әрі бай табиғатымен таныс болдық. Долана таулы жерде, ағашта, жеміс тектес күзде жинап алынатын емдік шөп. Долананың емдік қасиеті өте көп. Мысалға, ұйыған қанды ыдыратуға, ас қорытуға, іш ауруы, бас ауруына, тағы да басқа ауру түрлеріне ем. Құрамында минералды витаминдер көптеп кездеседі. Бүгін саяхат сабақтан алған әсерім өте тамаша. Мен көптеген ақпараттармен таныстым. Бүгінгі сабақтарыңыз үшін сіздерге үлкен алғыс. Баурай бұлты жаңа көшті баяулап, медеу сайдан самал есті жаяулап, көкжиекке барып қапты аяунап, осы бір кез, осы бір шақ, аяулақ деп ақын жырлағандай, бүгінгі саяхат сабақ сіздерге танымдық ой сыйлады деген үлкен сеніммен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Таза болса табиғат, аман болар адамзат деген ұранмен сабаққа қатысқандарыңыз үшін